Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағы. Мен сендерге сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ жасырғым келіп тұр. Менің 3 көзім бар. Бір көзім кідір дейді. Бір көзім жүгір дейді. Бір көзім абайла дейді. Қарап ал, маңайға дейді. Ол не екен балалар? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Жұмбақтың жауабы бағдаршам. Бағдаршам ол жол белгісі. Яғни біздің сабағымыздың тақырыбы көлік және жол белгілері бөлімі бойынша жол белгілерін білеміз бе деп аталады. Сабағымыздың мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Кітаппен жұмыс. Бірінші тапсырма. Суреттегі жол белгілерінің ішінен өзің білетін белгілерді таңдап ал. Суретін сал. Олардың мағынасын түсіндіріп жаз. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма. Тыңдалым. Өлеңді үнтаспадан мұқият тыңда. Қиылыста, жол шетінде, бұрышта түрлі белгілер барып тұратын. Жүресің бе, жүрмегенің дұрыс па? Не істеу керек, соған қарап ұғасың. Қызыл шеңбер ішіндегі таңбалар әлденеге қатаң тыйым салады. Өміріңді қорғауға олар арналар, білмегендер өкінішке қалады. Мына жермен жүрмегенің жөн дейді, қалауыңа жол белгісі көнбейді. Кері бұрыл, тоқтама, не бұрылма, сонда саған ешбір қауіп төнбейді. Белгілерін мәнін білу мықты күш. Келесісі шегі қызыл үшбұрыш. Ол белгілер ескертеді, біліп ал, көңіл бөлмей өтіп кетпе тып-тыныш. Қиылыс па, бұрылыс па алдында, темір жолға таяп әлде қалдың ба? Өзен бар ма, көпір бар ма, ор бар ма, мекені ме жабаяң мен малдыңда? Соның бәрін біліп алда абай бол, сенің аман жүргеніңді қалай дол. Белгілердің сырын есте сақтап ал, болашақта жүресің ғой талай жол. Дәптермен жұмыс. 5-ші тапсырма. Тыңдалған өлең бойынша мына сұрақтарға жауап жаз. Өлеңде не туралы айтылады? Өлеңге қандай тақырып қояр едің? Автор қай шумақта қандай жол белгілеріне ерекше тоқталып тұр? Үйге тапсырма. Дереккөздерден жолға, жол белгілеріне қатысты қосымша ақпарат тап. Сол бойынша эссе жаз. Эссенің тақырыбы кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімі болсын. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.